Жалпы бүгінгі енді ата-аналар жиналысындағы қаралатын мәселелер бұл өз балаңа үлгі бол конференциясының ашылуы. 1 қыркүйек күні балаларыңыз 1 сыныпқа барды. Сіздердің әрқайсыларыңыз бақытты ата-ана болғыңыз келеді. Яғни өз балаңызбен мақтанғыңыз келеді. Және біз бәріміз мектепке дайындық кезеңі мен оқудағы алғашқы айлар қиын кезең екенін білеміз. Мектеп өміріне бейімделу кезеңнен әр бала басынан өткізеді. Көптеген пайда болған қиындықтар уақыт өте келе жойылады. Өздеріңіз, сіздердің ой пікірлеріңізді білгіміз келеді, ата-аналарға сөз бергіміз келіп отыр. Сіздерде мына осы отбасы күні мерекесіне байланысты, одан кейін мына өздеріңіздің балдарыңыздың алғаш мектеп табалдырығын аттағандығы туралы бүгінгі конференцияда өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Саламатсыздар ма, құрметті мектеп әкімшілігі, құрметті ата-аналар, ұстаздар. Мен 1-ші Ж сыныбының оқушысы Әбзелов Даниялдың мамасы Сарбекова Жәмила Нұргалиевна. Ал құрметті ұстаздар қауымы, міне бүгін 1-ші сынып табалдырығын аттаған біздің балаларымыздың ата-аналарын жинап, жақсы конференция отбасы күнінің аясында өткізіп жатсыздар. Рахмет. Ол үшін міне бүгін психолог маманымыз бізге қаншама жақсы кеңес берді. Сол кеңестің бәрін өзіміздің балаларымызды тәрбиелеуде қолданамыз деген ойдамын. Себебі бұл балаларды тәрбиелеуде тек мектеп қана емес, сонымен бірге отбасы да өз үлесін қосу керек. Мектептегі ұстаздар қауымы біздің балаларымызға сапалы білім, саналы тәрбие берсе, біз әрқайсымыз оны үйде сондай тәлім тәрбиені беруіміз қажет. Себебі қазақ айтпақшы, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Жалғыз ұстаздар қауым емес, сонымен бірге бізде ата-аналар осыған өз үлесімізді қосса, біздің балаларымыз жақсы білім алып, болашақта еліміздің өркендеуіне өз үлесін қосатын азамат болады деп сенімдемін. Енді міне қазір өзіміз көріп жатырмыз. Қазір сіздер де айтып жатсыздар, білім саласында бірнеше жаңа реформалар енгізіліп жатыр. Әрине, кез келген бастама қиын болады алғашқыда. Бірақ бәріміз бірден атсалыссақ, ондай бастамаларды игереміз. Өзіміз күнделікті балаларымызбен сабаққа дайындалған кезде дәстүрлі әліппені іздедік. Ал қазір қаншама жаңа оқулықтар, жаңа бағдарламалар, сауат ашу деген жаңа оқулықты көріп, жаңа дәптерлер арналған, оны көріп, біздің балаларымыздың жаңа деңгейде, жаңа кезеңде білім алатынын түсініп жатырмыз. Енді осындай білімді алатын біздің балаларымыздың жағдайы, білім алуға жағдай жасалу керек, бірақ ол жағдайдың бәрі жасалынған. Қазір міне білікті ұстаздарды көріп отырмыз. Қандай керемет материалдық, техникалық базасы бар мектепті көріп отырмыз. Осындай мектепте білім алып жатқан біздің балаларымыз бақытты. Осындай балаларды өсіріп отырған біздер ата-аналар да бақыттымыз. Сондықтан да мектеп ұжымына тағы да жаңа психолог маманымыз айтып кеткендей жақсы сөздермен рахметімді айтқым келіп тұр.